Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай керемет, езіліп, үгітіліп тұратын сочный самсаның рецептімен бөліспекшімін. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бисмиллах деп, суымызды құйып, үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Еріген тұзымыздың үстіне ұнымызды ситадан өткізіп, екі бөлікке бөліп, қамыр илейтін боламыз. Және осылайынан екі бөлікке бөліп илеңіздер. Басы біріккенше осылай араластырып отырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз тез басы бірігеді. Сонымен жан жағын тазалап отырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Қанша көп илесеңіздер, соншалықты әдемі жайылатын болады біздің қамырымыз. Мінекей дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа демалтыруға жібереміз. Енді салмасына кірісейік. Менде мына жерде тартылған ет және 3 пиязды осылайынан кесіп алатын боламын. Сіздер майдағып кессеңіздер де болады. Маған осындай ірі сопақша тәріздес пияз кесіп салған ұнайды. Осымен барлығын турап аламыз. Жіңішке қылып тураймын. Ірі болып кетпесін. Жіңішке қылып турап алатын боламын. Сонымен барлық туралған пияздарымызды салмасын жәндегі тартылған етімнің үстінен саламын. Және татымына қарай тұз, татымына қарай бұрыш салатын боламыз. Қара бұрыш салдым мен. Кейін зіра салатын боламыз. Зіраны осылай алып, қолыммен жақсылап езіліп, пиязымызды жақсылап мұжып алатын боламыз. Суы шыққанша, одан кейін фаршымызбен араластырып қойып қоятын боламыз. Жақсылап бір-біріне, приправалары бір-біріне сіңіп тұру үшін осылайынан қойып қоятын боламыз. Ал енді жаңағы қамырымызға кірісетін боламыз. Менде осындай үлкен бір зуаланы екіге бөліп, екі зуала жасап алатын боламын. Осындай дөп-дөңгелек қылып зуаларымызды жасап алып, қойып қоятын боламыз. Және 15 минутқа жіберемін. Қамырым жақсы жайылу үшін демалу керек. Ал дайын болған қамырымызға ұн сепіп отырып, бірінші осылай басып алатын боламыз. Қолдың көмегімен, одан кейін оқтаудың көмегімен осылай жайып алатын боламыз. Екі жағын бірдей басып отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қатты жұқата емес, қатты қалың емес, орташа қамыр жайып алатын боламыз. Мінекей дәл осындай қамырымызға ертіп қойған сары майымызды құйып, үстінен құйып жағатын боламыз. Барлық жеріне бірдей қылып жағып алатын боламыз. Қолдың көмегімен өте әдемі қылып, осыны да 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Біздің қамырымыздың керемет үгітіліп шығуының бір фишкасы, достар. Осылай бетіне қатқаннан кейін майымыз осылайынан орап шығамыз. Қатты нығыз қылып, бір-біріне осылайынан қамырымызды орап шығатын боламыз. Дәл осы тәрізден істесеңіздер, қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Қамырымызға май қоспасақ та өте әдемі болып шығады. Ал одан кейін 10 минутқа холодильникке жіберетін боламыз. Одан кейін алып, қатқан арасы полный қатады.
майымыз қатып тұрғаннан кейін әдемі қатпарлы қамырлар шығатын болады бізде. Осылайынан домалақ тәрізді қылып қамырларымызды дайындап алатын боламыз. Барлығын дайындап алып, осылайынан жаятын боламыз. Бірдей қылып, жұқа етіп жаятын боламыз. Қатты қалың болып кетпесін. Жұқа болса, бізде әдемі қамырлар шығады, гүртілдеген самсалар шығатын болады. Мінекей, басып отырып, осылайынан барлығын жайып алатын боламыз. Жайылып дайын болған қамырымыздың үстіне одан кейін салмасында салып түйіп бастайтын боламыз. Мінекей дайын болған қамырымызға салмаларын осылай домалақ тәрізді қылып салсаңыздар, көтеріліп піседі сіздерде. Осылайынан барлығына бірдей қылып салып, кейін мен үш бүршек қылып түйемін. Сіздер әрқандай қылып өріп түйсеңіздер болады. Мен осылай сопақша тәрізді әп-әдемі самсаларымызды осылай түйіп алдым. Одан кейін табамызды алып, үстіне пергамент қағаз қоямыз. Мен осылай мыжып жіберемін қағазымды. Сол кезде әп-әдемі орналасады табама. Осылайынан барлығын бір келкі қылып